Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін логикалық операторлар тақырыбын өтеміз. Бұл тақырыпта оқу мақсатымыз логикалық операторларды пайдалана білу. Бүгінгі сабақта Scratch Echo ойын программалау ортасында логикалық операторларды құрып және қолданып үйренеміз. Логикалық операторлары Scratch Echo ойын программалау ортасында скриптілер қалташасында операторлар блогынан аламыз. Ол жерде арифметикалық операторлар, яғни қосу, арифметикалық қосу, арифметикалық алу, арифметикалық көбейту және арифметикалық бөлу. Салыстыру операторлары бар, яғни екі шаманы, екі мәнді, үлкен және кіші не тең екенін салыстырады. Келесі және немесе емес деген үш блок бұл логикалық операторлар. Логикалық операторларды қайда қолданамыз? Соны қарастырайық. Ең алдымен логикалық операторлардың мәнін және дегеніміз екі пайымда дұрыс болған кезде нәтиже дұрыс болады. Пайым дегеніміз аргумент. Мысалға, мен мектепте оқимын және мен үйірмеге қатысамын. Екеуі де жалған болса, нәтиже жалған. Егер екеуінің біреуі жалған болса, онда нәтиже де жалған болады. Екеуі де дұрыс болу керек. Нәтиже дұрыс болу үшін сіз мектепте оқисыз және сіз үйірмеге қатысасыз. Осы екі пайымда дұрыс болған кезде ғана нәтиже дұрыс болады. Егер екі пайымның біреуі дұрыс болғанда дұрыс деп саналу үшін нәтиже онда немесе деген логикалық элементті пайдалануымыз керек. Бұл екі пайымның біреуі дұрыс болған кезде нәтиже дұрыс болады. Мен мектепте оқимын, немесе мен үйірмеге қатысамын. Екеуінің біреуі ақиқат болса болды. Нәтиже дұрыс болады. Келесі емес. Логикалық элементі бұл сіздің пайымыңызды теріске шығарады. Егер пайым дұрыс болса, нәтиже дұрыс емес болады. Ал егер пайым дұрыс болмаса, керісінше нәтиже дұрыс болады. Сіз мен үйірмеге қатысамын деп аргумент қойсаңыз, емес логикалық элементі оны теріске шығарады. Келесі мысалда көрейік түсінікті болу үшін. Ең биік тау шыңын сұрағанда, сіздің жауабыңыз Джомолунгма ма немесе Эверест екеуінің бірін айтсаңыз болды. Нәтиже дұрыс болып саналу үшін немесе операторын пайдалануымыз керек. Мысалға, немесе логикалық элементін пайдаландық. Осы мысалды Scratch программасында жасап көрейік. Scratch Echo программасында ойын программалау ортасында скриптілер қалтасында операторлар блогынан алдымен сенсорлар блогынан сұрау және күту командасын әкелеміз. Бұл жерге ең биік тау шыңы деген сұрағымызды жазамыз. Келесі бізде басқару блогында егер онда айтпесе деген шарт қою скриптіміз бар. Операторлар блогынан немесе логикалық элементін пайдаланамыз. Енді екі жауапты салу керек. Ол үшін тағы да салыстыру операторларын пайдаланамыз. Салыстыру. Сенсорлардан жауап. Жауаптың бірін жазамыз. Джомолунгма. Келесі жауабымыз Эверест. Онда келбет блогынан
дұрыс деген сөзді айту. Әйтпесе дұрыс емес. Дұрыс емес. Енді орындатып көрейік. Ең биік тау шыңы. Бізден сұрап тұр. Біз Эверест деп жаза салайық. Тексереміз. Дұрыс деді. Тағы да. Ең биік тау шыңы. Біз Джомо Лонгма деп жаза салдық. Дұрыс деді. Біздің жауабымыз дұрыс болу үшін осы екі дұрыс жауаптың бірін таңдасақ болады екен. Біздің нәтижеміз дұрыс болып шығады. Енді сіздер немесе логикалық элементінің орнына және логикалық элементін қойып жасап көріңіздер. Және нәтиже қандай болатынын табасыздар. Сау болыңыздар.